Адамзатты қатыгездіктен құтқаратын бір ұстаным бар. Ол көркем әдебиет. Рухани жаңғырудың да басты шарты көркем әдебиетті оқу. Құрметті оқушылар, бұл бүгінгі біз өткелі отырған автордың сөзі. Менің аты жөнім Базарбай Арыспайұлы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі телевизиялық сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Төлен Әбдіков қонақтар әңгімесінің тақырыбы мен идеясы. Мен сөзімнің басында автордың сөзімен бастауымда тегін емес. Өйткені көркем шығарма өмірді түсіндіреді. Тек қана түсіндіріп қоймайды, соған тәрбиелейді. Сондықтан да бүгінгі тақырыптың оқу мақсаты эпизодтар мен бейнелерді салыстыру және шығармадағы автор бейнесін анықтау. Төлен Әбдіков 1960 жылы әдебиетке келген бір топ қаламгерлер арасынан күні бүгінге дейін ат бойы озық шығып, маңдай алды жазушыларына айналды. Дарынды жазушы, драматург, қоғам қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері. Төлен Әбдіков 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданы Еңбекші ауылында дүниеге келді. 1964 жылы ең алғашқы Райхан шығармасы сол кездегі жас жазушылардың таңғы шақ жинағында басылды. Содан күні бүгінге дейін Көкжиек, Ақиқат, Айтылмаған ақиқат, Біз үшеу едік, Оң қол, сол сияқты тағы да басқа прозалық шығармалардың авторы. Төлен Әбдіков өзі қатарлы қаламгерлерден болмысымен ерекшеленіп өрге және шығармаларында да ерекшеленіп тұрады. Төлен Әбдіковтың қай шығармасы болмасын, адам құпиясының сырларына үңілу арқылы өмірдің мән мазмұнын философиялық тұрғыда түсіндіруді талап етеді. Бүгінгі біз өткелі отырған қонақтар әңгімесінің де тереңдік құпиясы осында жатыр. Құрметті оқушылар, кез келген прозалық шығармалардың үлкенді кішілі формалары болмасын, бәрі сюжет пен композицияға негізделеді. Өйткені оларда оқиға болады. Ал поэтикалық шығармалардың кез келгенде сюжет бола бермейді. Прозалық шығармалар, оның ішінде әңгіме, повесть, романдарды оқуда және талдауда біз сюжет пен композицияға арқа сүйемей, кейіпкерлердің мінезін, шығармадағы ұлттық құндылықтар мен автор бейнесі мен көзқарасын талдау мүмкін емес. Көз алдарыңызға зәулім ғимаратты елестетіңдерші. Мәселен, еліміздегі бас қаладағы Алып Бәйтерек, сәулетті Қан шатыры, аспанға асқақтаған ғимараттардың бойынан артық ауыз, көзге қораш көрінетін дүниелерді көрмейміз. Айшық әшекейлердің бәрі де іштей үйлесім тапқан. Салтанаты жарасқан сарайлар адам көзін ерекше өзіне тартады. Сол сияқты көркем шығармалар да бір тұтас дүние. Оның құрамындағы кез келген оқиғалар да іштей үйлесім тауып, бір тұтас көркем шығармаға айналып, автордың көркемдік ойлауына қызмет етеді. Оқушылар, сіздерге алдын ала оқуға берілген қонақтар әңгімесінің композициялық құрылымсына назар аударайық. Кез келген ғимаратта өзінің іргетасынан басталады. Сол сияқты шығарманың негізгі іргетасы әңгіменің басталуы. Мұнда Ерғабыл қария мен әйелінің әңгімесі. Дамуы, Ерғабылдың малды іздеуі, ішкі ойы. Оқиғаның байланысуы, қаладан баласының келуі, ауыл қонақтары. Шығарманың шиеленісуі, Сапабек пен әкесінің әңгімелерінің жараспауы, ауыл әні. Шарықтау сегі, мазасыз кеткен қарт. Шешімі
соңғы үміті орындалмаған қария. Енді осы шығармалардағы біз сөйлемдерге тоқтай отырып, автор көзқарасы мен шығармадағы эпизодтар менен бейнелерді салыстырамыз. Шығарманың деталы жазушы еңбегінің жемісі. Детал дегеніміз не? Бұл үшін энциклопедиялық кітаптарды ақтарып, әдебиеттану термин сөздіктерін қараудың қажеті жоқ. Жай ғана детал бөлшек, шығарманың негізгі бөлшегі. Біз қазір сіздермен бірге оқушылар әңгіменің басталуы мен байланысындағы деталды сөйлемдерге назар аударайық. Иә, жетісерсің. Бала бір жақта, біз бір жақта. Мынау қу молада сүйегіміз табылар бір күні. Осы қара түбектің басында жұмақ тұрғандай екелі қия баспайсың. Бүгін келсін балалар, көрерсің, еріп кетемін, қал, жалғыз өзің омалып. Міне, осы бір сөйлемде ата мен әженің әдемі жарасымды әңгімесін көреміз. Юмор, жай ғана күлкі. Келесі сөйлем. Кеше ноқтаның сағағынан байламапсың ғой, керқұлын ағытылып кетіпті. Осы жерде де автордың бала менен төрт аяқты хайуанның арасындағы еркіндігі суреттеліп тұр. Енді келесі сөйлемге мән беріңдерші. Ешқайда кетпес, оралар, туып өскен жері елі. Әрине, ноқтасынан шешіліп кеткен керқұлын қайтып оралатынын сезеді. Ал бала ше? Өлеріндегі соңғы сәтте баласы дүбірмен аттандыруды армандайды. Келесі сөйлемге мән берейік. Иә кемпір деді іштінен. Бағанағы жерде айтатын сөзін ойына жаңа түсіп, азды көпті ғұмырының ішінде талай бақтан айырылып, талай баққа қолы жетті. Дүние бірде артын берсе, бірде алдын берді. Бірақ әкем көрген, әкемнің әкесі көрген қара орнынан айырылып көргенім жоқ. Бұл қарияның ұстанымы. Тақырып өнер туындының іргетасы. Кез келген оқиға бәрінен бұрын жазушы санасында орнығады. Тақырып пайда болады. Пайда болады да жазушыны азапқа сала бастайды. Тақырып санаға сіңісіп, ойға орныққан сайын образдарды, пейзаж жұрнақтары туындап тұсаса береді. Сол сияқты бүгінгі қонақтар әңгімесінің негізгі тақырыбы ұрпақ тәрбиесі. Әрине, бұл бүгінгі күнде де өзекті мәселеге айналып отырған тақырып. Енді оқырманды автор назарын неге бұрса, сол идея. Осы шығарманы оқу барысында менің де назарым жаңа ойларға. Бұл проблема әлемдік деңгейдегі проблема. Өйткені әлемдік деңгейдегі алдыңғы қатарлы дамыған о мемлекеттің ендігі бағындыратын шыңы отбасындағы, отбасы мүшелерінің үзілмес байланысы. Тақырып жазушының шындық болмыстан таңдап алып, өзінің шығармасына арқау еткен өмір құрылыстары болып табылады. Міне, жазушының да таңдап отырғаны осы дүние. Құрметті оқушылар, біз көркем шығарманы аяқталық делік. Шығарманың кейбір жерлері бізді қызықтырды, ал кейбір жерлері жалықтырды. Ал кейбір реттері біздерді алуан түрлі күйге түсірді. Шаттандық, қуандық, мұңайдық, жыладық. Тіпті шығарма бізді толғандырды, тебірентті, ойландырды. Шығарма қалай? Ұнады ма, әлде ұнамады ма? Бұл сұрақ оңай. Тіпті ойланбастан ұнады, не ұнамады деп жауап беруге болады. Ал неге ұнамады? Неге ұнады? Бұл қиын сұрақ. Өйткені біз бұған ойланбай жауап беру
мүмкін емес. Осы тақырыпты қоғамдық рухани өмірдегі оқиғалардан таңдап алды. Өйткені кез келген оқиға бұл көркем шығармаға арқау болмайды. Міне, қонақтар әңгімесінің де негізгі өзектілігі осында жатыр. Ендеше оқушылар, оқу мен талдау бұл бір ананың егіз баласы сияқты тірі организм. Ендеше көркем шығармаға кері байланыс жасаймыз. Ол үшін төмендегі 5 сұраққа жауап береміз. Бірінші, қандай оқиға болды? Қалайша болды? Оқиға кімдердің басында болды? Болған оқиғаға автор мен сенің көзқарасың қандай? Және құрметті оқушылар, үйге тапсырма. Біз сабағымыз барысында шығарманың композициялық құрылысының басталуы мен байланысына оқулықтан мысалдар келтірдік. Енді сендер шығармадағы адамдардың өзара қарым-қатынасы мен іс-қимыл әрекетіндегі түрлі жағдайларда өздерің деталь деп тапқан сөйлемдерді дәптерлеріңізге көшіріп жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.